Сауд Арабиясындағы үйлерді қалай қабырғаларын тұрғызады, сол бойынша толығырақ видео. Міне мынау үйдің бір шеті, бұлар да осы қызыл кірпіш көп тарап кеткен. Мына қызыл кірпіш өзі қызық, бұл өзі біздің қызыл кірпіштерге келеді, піскен кірпіштерге. Бұлар соны өте жақсы бір игеріп алған, өте үнемді қолданады. Зауыттарында қыш шығаратын зауыттарында өте үнемді шығарады да бұны. Ортасының бәрі шұрық тесік, 6-9 тесігі бар. Ең ортаңғы тесіктерде не жаңағы пенопласт ұқсаған изолятор өз алдына. Міне сондағы қараңыздар, бір қышты ұзыннан қойып жатыр да, соншалықты. Қабырғалары жұқа, оларға қалың қабырғаның керегі жоқ. Күн ыстық, бұларда күн суық жоқ. Терезелерінің үстіндегі бетонны міне мынандай ақ жұқа бетон ғана қоя салған. Өте үнемді бұларда қабырғаны тұрғызу. Бізден 2 есе аз кетеді, значит, жаңағы қыштар. Ал мынау алдыңғы видеода көрсеткеніміздей бассейннің үсті, мынаның асты бассейн. Барлық үйде осындай бассейн жасап алады. Бірінші бассейн деп мен өзіміздің тілмен айтып отырмын, бассейн емес, су қойма ғой, былайша айтқан кезде су сақтайтын орны. Су сақтайтын орын. Міне уже бұлар насос қойып, шланг қойып, дайындап қойыпты. Енді бұдан ары қарай бұлар бұны қолдана береді. Ана шлангымен кеткен, ары қарай уже төбеде бочкасы болса, бочкаға насос айдай береді. Суды қолдана берсе болады. Мына қызыл қышты жасау технологиясын бізге де игеріп алуға болатын шығар. Негізінде 2 қабаттап қойсақ та жалпы жаман емес. Қаттылығы да өте жақсы. Мықты қыштар. Өте қатты негізінде бұлай. Адам бұлай түртіп көрген кезде оңайлықпен сынатын қыш емес. Әрі өзі жеңіл, үнемді болу керек. Бұлардың ең арзан қышы осы шығар деп ойлаймын өзім. Өйткені шлакоблоктан гөрі осы қышты көбірек қолданады. Шлакоблок бұдан гөрі қымбаттау сияқты бұларда. Міне ішін сылап тастапты. 2-ші этажы, ана жағында 3-ші этажы бар, несіменен, ауласыменен. Жалпы осындай. Міне іш жағын көрсетейін, іш жағын қалай тұрғызған. Міне төбесі, мысалы бұлар төбесінің өзінде бетонды үнемдейді. Осы қышты қолданады. Өте жақсы игеріп алған бұның технологиясын. Бетонның арасында связкамен қызыл қышты қойып жіберген. Сонда жартылай қызыл қыш болып тұр ғой мына жерде. Жартысынан да көп деуге болатын шығар. Яғни осы салмақты көтеріп тұрады осылар. Кәдімгі бетон сияқты салмақты көтеріп тұрады. Осындай бұларда. Арнамызға жазылып қойсаңыздар болады. Барлық жерлерден, мүмкін болған жерлерден үй соғу технологияларын алып отырамыз. Және үй соғу технологиялары ғана емес, бүкіл технология. Пайдаға садау деген барлық технологияны алуға тырысатын боламыз.